Тарихи тұлға Бауыржан Момышұлы. Ұлт намысы болған ұлы тұлға. 1910 жылдың 24 желтоқсанында Ресей империя Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Мыңбұлақ ауылында туған. 1921 жылы бастауыш мектепті Аса интернатына түседі. Осы кезеңде қазақ жерінде ашаршылық басталады. 1924 жылдан бастап 7 жылдық мектепті Шымкент қаласында оқиды. 1928 жылда мектепті үздік бітіріп, Орынбор қаласындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға түседі. Бауыржан мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болған. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, жазушы, Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик. 1942 жылы қазанында Бауыржан подполковник шенін алады. 1945 жылдың 21 қаңтарында Бауыржан Момышұлы 1-ші Балтық жағалауы фронтының 6-шы гвардиялық әскерінің 9-шы гвардиялық атқыштар дивизиясының командирі болып тағайындалады. 1945 жылы ақпаны мен наурызында Латвия жерінде Прикуле станциясы маңында болған шайқаста дивизияны басқарады. 1946 жылы Ворошилов атындағы әскери академиясының 1-ші дәрежелі Суворов жоғарғы орденімен марапатталды. 1948 жылы генералдық штабтың әскери академиясын аяқтады. 1950 жылдан бастап тыл және кеңес армиясын қамтамасыз ету әскери академиясында аға оқытушы. 1955 жылдың желтоқсанынан бастап запастағы полковник. Бауыржан Момышұлының ордендері: еңбек қызыл ту ордені, 1-ші дәрежелі қызыл ту ордені, Ленин ордені, Отан соғысының ордені, әскери шайқастағы еңбегі үшін, Мәскеуді қорғаған үшін, қызыл жұлдыз ордені, қызыл ту ордені, Германияны жеңген үшін, Кеңес одағының батыры медалі марапатталады. Азамат Батыр атамыз Момышұлының жеке басы ойшылдығымен, отаншылдығымен, ұлтжандылығымен, қаһармандығымен, дарындылығымен, жоғарғы адамгершілік қасиеттерімен елеулі. Бауыржан Момышұлы әлем халқының ортақ перзенті дәрежесіне дейін көтерілген азамат. Қаламгер Момышұлы соғыстың соңғы жылдарында аса көрнекті жазушы ретінде танылды. Қаншама үлгі-өнеге беретін нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, Ұшқан ұя, майдандағы кездесулер, Майдан, генерал Панфилов, Төлеген Тоқтаров, Куба әскерлері, елбасына күн туса, наш генерал, жонарқа, наша семья, адам қайраты атты шығармалардың авторы. Қаһарман КСРО-дағы ірі әскербасы маршалдармен бірге өз қол астында мыңдаған қарапайым жауынгерлермен бірге жүріп, 1941 жылдың жазында басталған Ұлы Отан соғысына 1945 жылдың көктеміне дейін үзбей қатысып, елімізді фашист басқыншылықтарынан қорғап қалу жолындағы қан майданды қаһармандықпен қақ жарып өтті. Атадан қалған асыл сөздер: жан аямай, тиіскеннен жау жалт бере жөнеледі. Айбындана шапқанан ажалда сескенеді. Екі сөзді ер емес, серт ер серігі. Ту сыртынан тиген дұшпанды торға түсір. Өршеленген жауды үнін өшір. Сабырлық алдында дұшпан сасады. Сабырсыздан береке қашады. Ер бақыты ел қолында, ел бақыты елдер қолында. Өз қадірін білмеген ер қадірін білмейді. Ер қадірін білмеген ел қадірін білмейді. Қорқаққа қаққа шөгіп өледі. Белдескенің белін сындыр,
тірескенін тізесін бүктір. Қайратына әдісіңді жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Әдіссіздік, әлсіздік, ептілікте ерлік. Қара бет болып қашқанша қайрат көрсетіп өлген артық. Таяқтан тайсалмасаң, семсерден сескенбесең, жеңдім дей бер. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Бауыржан Момышұлына арналған ескерткіш. Ескерткіш Астана төрінен Бауыржан Момышұлы даңғылының бойынан орын алды. Ескерткіштің биіктігі 11 метр. 2000 жылы 12 қазанда ұлы жеңістің 55 жылдығына және батырдың 90 жылдығына арнап салынды. Бауыржан Момышұлының шығармашылық мұралары. Бауыржан Момышұлының 2004 жылы жазушы баспасынан қос томдық шығармалары жинағы жарық көрді. Жинақта қанмен жазылған кітап, ұшқан ұя, Москва үшін шайқас деп аталатын туындылар қамтылған. Бауыржанның тұңғыш туындысы болатын қазақ әдебиетінің шаттығы биік шығармалардың бірі ұшқан ұя. Бауыржан Момышұлының кітаптары. Ең бірінші шыға бастаған Бауыржан Момышұлының «Адам қайрат» атты кітабы. Бауыржан Момышұлы Москва үшін шайқас кітабы. Бауыржан Момышұлының қолбасшы күнделігі. Москва үшін шайқас. Шығармасы жер шарында қазақ деген сарбаз халық бар екенін паш еткен, ешқашан ескермейтін киелі кітап. Москва үшін фашистік Герман Кеңес одағының астанасы Мәскеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Бірақ Мәскеу түбінде шайқаста Қызыл армия ентелеп келе жатқан фашист басқыншылықтарын тоқтатып, өздері қарсы шабуылға шықты. Бұл жеңісті қазақстандықтардың үлесі зор болды. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабы. Бауыржанның тұңғыш туындысы болатын қазақ әдебиетінің шаттығы биік шығармаларының бірі «Ұшқан ұя». «Ұшқан ұя» повесі мемориалдық жанрдағы шығарма ретінде жазылған. Ол проза деңгейіне көтерілген, ұлттық сипатта жазылған нағыз көркем туынды. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» еңбегін ұлттық салт-дәстүрімізді көркем шығармаға мазмұндап берген этнографиялық еңбек деп айтуға толық негіз бар. Шығармада негізгі мәселе адам, оның кемелдену жолдары болса, шығарма сюжеті осы адамдардың өзара әңгімелесуі, кеңесуі арқылы дамиды. Бауыржан Момышұлының салған суреттері. Бауыржан Момышұлының ескерткіші. Бауыржан Момышұлы атындағы музей. Мына көріп тұрғанымыз Бауыржан Момышұлының әскери киімі. Ұлтжандылықтан жаралған батыр Бауыржан. Ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан Алматыдағы Кенсай зиратында қатар жатыр. Бауыржан Момышұлы дана да дара тұлға. Жұртым деп жұмылып, елім деп езіліп қызмет ет. Тапсырма. Тарихи тұлға Бауыржан Момышұлы туралы эссе жазу. Назарларыңызға рахмет.